Сәлем достар, бүгін мен сіздермен осындай асқабақты ораманы істеп көрсетемін. Бізге алдымен керек болады қамыр, оны жай ғана суға тұз салып илейміз. Керек нәрсесін мен астына описанияға жазып кетемін. Мен алдын ала қамыр илеп алдым, оны екі бөліп пакетке салып тындырып қоямын. Бізге керегі асқабақ, пияз, картоп керек болады. Бұларды кубиктеп майдалап тураймыз. Керегінше тұз саламыз. Егер сіздерге дәмдеуіштер қосқан ұнаса, дәмдеуіш қосуларыңызға болады. Жақсылап араластырып қойып қоямыз. Біз жаңа тындырып қойған қамырымызды алып, оны жақсылап теп-тегіс етіп, жайып аламыз жұп-жұқа етіп. Қамырым жайылды, дайын. Бұған май оямыз, сұйық май. Майды жақсылап жағамын. Шет-шетін бәріне осылай жағып шығамыз. Тимей қалған жерлерін кестішкамен жағып шығамыз осылай. Жаңағы туралған асқабағымызды бір келкетіп турап шығамыз, жайып шығамыз. Барлық жеріне бір келкетіп жаямыз. Осылай ораймыз. Ораған кезде қатты қыспай, бостау қылып орап, екіге бөлеміз. Жаңа бөлген қамырымызды мантаварканың листіне май жағып, мантаваркаға жайғастырып шығамыз. Бетіне май саламыз, жағамыз. Екінші қамырында да дәл солай екі жайып, орап, екіге бөлемін. Оны да мантаварканың листіне май жағып, орап, бетін майлап қоямын. Дайын болған орамамызды біз қайнап тұрған суға мантаваркамызды 45 минутқа қоямыз. Менде 45 минут өтті. Міне осындай орамалар менде шықты. Жұп-жұқа, жұп-жұмсақ, қамырлары бір-біріне жабыспайды. Астарыңыз дәмді болсын.